Hello everyone, let's start our lesson. Біз бүгін сабақта can модальды етістігі туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы can модальды етістігі бұл айтушының іс-әрекетті істей алу қабілетін және мүмкіндігін білдіреді. Ал can модальды етістігінің болымсыз түрі can not. For example, I can read a book. Мен кітап оқи аламын. Яғни бұл іс-әрекет, біз істей алатын біздің қабілетіміз, иә? I can read a book. Мен кітап оқи аламын. I can't write. Мен жаза алмаймын. Next, for example, he can fly. Ол ұша алады. He can't fly. Ол ұша алмайды. Okay, so your task. Қазір осы тапсырманы бірге орындайық. How do you think? Әдемі can or can't sing English songs. Мұнда бізде can'ді қолданамыз, иә? Әдемі ағылшын әндерін айта алады. Next, Bobby. Мұнда яғни біз көргендей X белгісі тұр. Демек ол бізде can't болады. Bobby can't read books. Bobby кітаптарды оқи алмайды. Ted can count. Ted санай алады. Қане мұнда жазайық. Әдемі can, Bobby can't, Ted can, Темірлан can't write a letter. Темірлан хат жаза алмайды. Miss Blue can buy 5 toys. Miss Blue ханым 5 ойыншықтарды сатып ала алады. Окей, бұл біздің үй тапсырмамыз, яғни you should answer the questions. Сұрақтарға ағылшын тілінде жауап береміз. For example, can your mom dance? Сенің анаң билей ала ма? Біз жауапты қалай береміз? Yes, she can. Ал жоқ, билей алмайтын болса, no, she can't. So easy. And next task in your student's book on page 53, exercise 2. Write sentences with I can and I can't. Яғни I can, I can't, мен істей аламын, мен істей алмаймын деген модальді етістікті қолдана отырып, ішінен 5 сөзден сөйлем құрастырамыз. Goodbye. Thank you for your attention.